Сәлем достар, бүгін біз дәмі ерекше шакшука тағамын дайындаймыз. Ол үшін пиязды, болгар бұрышын және де қызанақты төртбұрыштап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Тұз бен қара бұрышты салып араластырамыз. Қызанақ пен бұрышты салып қуырып аламыз. Жұмыртқаларды салып, баяу отта пісіріп аламыз. Бетіне туралған аскөкті себеміз, менде укроп және жусай. Дәмі ерекше тағам болады, барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Еркежан назарларыңызға рахмет.